Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге Мариям. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін қысқа өте дәмді икра салатын банкаға жабатын боламыз. Нағыз өте дәмді және алдағы қыс үшін керемет пайдалы икра салаты. Дәмі бойынша кез келген тағамға керемет қосымша салат болады. Қысқа сақтауға арналған өте қарапайым рецепт. Барлық көкөністерді жуып тазалап, видеодағыдай ұзынша етіп кесеміз. Барлық көкөністердің мөлшерлерін описанияда қалдырып кетемін. Мен көп мөлшерде икра дайындап жатырмын, сондықтан үлкен қазанға майды құямыз және пиязымызды қуыратын боламыз. Пиязды қуырып болған соң, сәбізді саламыз, екеуін жақсылап араластырып, қуырып аламыз. Пияз бен сәбізді қуырып болғаннан кейін, көп ұзамай баклажанды саламыз және жақсылап араластырып, тоқтыратын боламыз. Осы уақытта банкаларды стерилизовать етіп қойыңыз. Бұқтырылып болды, енді болгар бұрышын саламыз, сосын қызанақты салып, дәміне қарай тұз саламыз және орташа отта қайнатамыз. Чеснок тез ашылу үшін қайнаған суды құямыз, сосын 10 минутқа қалдырамыз. 10 минуттан кейін чеснокты ашқанда оңай ашылады. Неке суы шығып қайнап жатыр. Енді ас үстіне айналдырып араластырамыз. Бұл сенімді рецепт. Бұл икраны әжем мен мамам жылда жасайды, өте дәмді болып шығады. Енді теркадан өткізілген чеснокты жақсылап барлығын салып, жақсылап араластырамыз. Икраның соңында піскен уақытында дәмін білу үшін бөлек бір ыдысқа салып, суытып алып, дәмін білу керек. Ысы уақытында дәмі білінбейді. Міне икра әдемі болып пісіп жатыр. Бұл икра бір сағаттан аса қайнады. Енді туралған укропты және хренді қазанға саламыз және кішкене араластырып, қызыл бұрыш саламыз. Қызыл ащы бұрыш саламыз. Міне біздің икра дайын болды. Енді оны стерилизовать етілген банкаларға құямыз. Қазанды араластырып тұрып, банкіге қоямыз. Икраның суы бетіне шығып кетті. Қоюлығы астында болуы мүмкін. Сол үшін де араластырып тұрып, банкіге құйғаныңыз жөн. Сонда барлық банкіге бірдей болып түседі. Банка ыстық болып тұрады, сол үшін де ешқандай сулы зат және су тиіп кетпеу керек. Су және ылғал сондай заттар тисе, ол жарылып, сынып кетеді. Қақпақтарын алдын ала стерилизовать етіп алдым. Енді барлық банкіге құямыз және загревалканың көмегімен барлық банканы жауып шығамыз. Міне соңғы банка жабылды. Қайнаған икрадан 14 литр шықты. Енді бұларды банкаларды төңкеріп, жылы жерде қоямыз және суыған соң салқын жерде сақтаймыз. Достар, видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Комментария жазып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Мариям. Астарыңыз дәмді болсын.